Облыстық жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарма басшылығы жастар жылы атқарылар жұмыстар ауқымды дейді. Аймақтағы 300 мыңнан астам жастың әлеуметтік жағынан белсенділігі үлесін арттыру міндеті тұрғанын айтады сала жетекшісі. Жастар жылы Қарағандыда қолдау, сенім, мүмкіндік деген ұранмен өтетін болады. Себебі мемлекеттен әрине әрбір жасқа қолдау керек, олардың бойына сенім керек. Одан кейін бұл оларға берілген үлкен мүмкіндік. Сол үшін біз ең бірінші жастарымызды осы жастар жылында Қарағанды облысында 300 мыңға тақау жас бар. Ең басты мәселе осы жұмыссыз жастардың жұмысқа орналасу. Бүгінгі таңда Қарағанды облысында 7 мың жұмыссыз жас бар. 29 жасқа дейінгі. Сондай-ақ өңірдегі коворкинг орталықтарының жұмысы да қарқын алуда. Мұнда жастар өздеріне қажетті жұмыстармен емін-еркін айналысып, семинар, конференция, іскерлік кездесулер мен өзге де қажетті шараларды өткізу мүмкіндігіне ие. Сонымен қатар маркетингтік кеңестер алып, кәсіпкерлік білімін жетілдіруге мүмкіндік бар. Мақсат Бисенаев, Әлжан Айтымбетов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.